Народное радиода Жұлдыз жорамал. Армысыз тыңдарман, назарларыңызға ертең қаңтардың 29-ына арналған жұлдыз жорамалымызды ұсынамыз. Тоқта. Бір қиындықтың артынан екі жақсылық күт демекші, кез келген қиындыққа шыдап бағыңыз. Ісіңіз алдағы уақытта алға басуы мүмкін. Сондықтан бәріне түсіністікпен қарағаныңыз абзал. Кейбір адамдармен тіл табысу, түсінісу қиындау болуы мүмкін, бірақ бәрі өткінші. Күннің басы қауырт тірліктермен басталғанымен ортасына қарай барлығы реттеледі. Қала аралап, қыдырып қайтуыңызға да болады. Немесе кинотеатрға барып, уақытыңызды басқа да қызықты етіп өткізуіңізге болады. Егіздер. Достарыңыз тарапынан қолдау көріп беделіңіз өсуі мүмкін. Ол үшін тек еңбектенуіңіз керек. Барлық нәрсе өзіңізге байланысты. Қиындықтың барлығын тек қана еңбек қана жеңетінін біліңіз. Сол үшін тек қана жұмыс істеуді, білімге аса көп назар бөлуді бірінші орынға қойыңыз. Шаян. Еңбегіңізді бәрі бағалайды екен деп тым еркінсіп кетпеңіз. Барыңызды салсаңыз жеңіп шығасыз барлығын. Бірақ арасында денсаулығыңызға да көңіл бөлуге тырысыңыз. Әйтпесе денсаулығыңыз сыр беруі мүмкін. Арыстан. Сізді қолбала қылып жұмсағысы келетіндер де табылады. Өзіңізді әлсіз қылып көрсетпеңіз. Кейбіреулердің осындай пасыққылығына күйінбеңіз. Өзінен өзі бәрі қалыпқа келеді. Тек аздаған сабыр сақтап күтсеңіз болды. Бикеш. Достарыңыздың сізді қолқалап ортаға қосқысы келіп жүргеніне біраз уақыт болды. Бірақ үнемі бас тартып жүре бермей, арасында бас қосуға баруға тырысыңыз. Әйтпесе олардың арасында қадіріңіз қалмауы да мүмкін. Таразы. Таразы белгісіндегілер үшін бүгінгі күн үлкен жаңалықтарға толы болмақ. Сізге жақындарыңыздан естіген жылы сөздер қуат беріп келеді. Үнемі осындай жылылықты сезініп жүру үшін оларға қамқорлық танытудан шаршамаңыз. Өзіңіздің денсаулығыңызға, тамақтануыңызға көптеп көңіл бөліңіз. Жұртқа сене бермей, жаңа таныстықтан қашпаңыз. Мүмкін ол адам болашағыңыз болар. Достарыңызбен ойнап сөйлесуден сақ болыңыз. Әзіліңіз ұнамай қалуы мүмкін. Сары шаян. Бүгін мергендерде өзгерістер болады. Сонымен қатар сіздің өмірлік ұстанымыңызды өзгертетіндей оқиғалар болуы мүмкін. Және алдыңызға жаңа өмірлік мақсат қоясыз. Дегенмен бәрін жаңадан құруға асықпаңыз. Бәрі өз орнымен келуі ғажап емес. Күн сіз үшін сәтті өтеді. Мерген. Бүгін тәуелшілер достарымен жақсы қарым-қатынаста болады. Егер де ғаламторда көп отырсаңыз, дәл өзіңіздей ойлайтын адамдармен танысып тілдесесіз. Сіздің ортаңыз жаңарып, ортаңызға жаңадан қызық адамдар қосылады. Бүгін отбасын құрған егіздер үшін сәтті өтеді. Тауышқа. Бүгін суғойғыштар өз мүмкіндіктерін көрсете алмайды. Бірақ та сіз осы күні өзіңізді мазалап жүрген сұраққа шешім табасыз. Бұрын бастаған жұмыстарыңызды бітіресіз. Осы кезде сіздің абыройыңыз жоғарылайды. Су құйғыш. Балықтар үшін осы күн біркелкі өтеді. Сіз өз тобыңыздан бөлініп, өзіңізді көрсеткіңіз келеді. Бірақ оның қажеті жоқ. Сіз онсыз да ерекшесіз. Сіз кез келген шараларға белсене қатысасыз. Күн бір өзіңізге арналған сәтті күн. Қаңтардың 29-на арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Народное радиода Жұлдыз жорамал.